Reddit қолданушылары, сіздер Google'ден қандай ұят немесе ыңғайсыз нәрселер іздедіңіздер? Мен дәрігермін, менің Google'дан іздейтіндерім науқастардың диагноздары. Кейде дәрігерлерде диагноздарды интернеттен іздейді. Мен сіздің диагнозыңызды Google'дан іздеп көрдім. Сіздің диагнозыңыз нашар интернет, сэр. Жұмыртқаны қанша уақыт қайнату қажет? Жоқ, бұлай іздеу әрине ұят емес, бірақ мен оны қайта-қайта іздей беретінім шынымен де ұят енді. Мен кейде Google'ден қарапайым сөздердің қалай жазылатынын іздеймін. Кейде шынымен қате жазып қоямын деп қорқып, солай тексеріп аламын. Мен бірде Google'ден Google жұмыс жасап тұр ма деп іздедім. Google не деді, жасап тұр ма екен? Google маған үлкен әріптермен жасап тұр деген жауап шығарды. Мен жас болып көрінгім келеді, сол үшін жастардың тіліндегі сөздерді іздеймін. Бұны мен емес, мамам іздеді, бірақ мен үшін өте ыңғайсыз және ұят болды. Мамам Google'ға депрессияда жүрген қызыма қалай көмектесуге болады деп іздепті. Оны көргеннен кейін мен қатты ұялып қалдым. Осы жағдайдан кейін әр күнімді үлкен талпыныспен бастап бақытты өмір сүруге тырысып жүрмін. Мен әлі күнге дейін Google'ден галстукты қалай байлайды деп іздеймін. Саған арналған лайфхак. Бір рет байлап алғаннан кейін мүлдем шешпей келесіде солай қайтадан тағуға болады. Менің ақшам жоқ болса да Google'ден қымбат үйлердің машиналардың суреттерін қараймын. Мен күнде Google'ға кіріп google.com деп іздеймін. Ал сендер қандай ұят немесе ыңғайсыз нәрселерді Google'дан іздедіңдер? Комментарийға жазып отырамыз.